Iya, iya. Отырыңыз. Iya, соны айтам. Оу, сұлу қыз. Алдымен келісіп алмадық па? Иә. Гоға, саған кейін өзім хабарласам. Кешіріңіз. Жүре беріңіз. Сағатыңыз қанша? Сағат? 5:30. Жалпы мен ол сағатты айтып тұрғаным жоқ. Енді қандай сағат? Өзіңнің сағатыңда. Төсектегі. Сағатың қанша? Сағат 5 болып қалды. Жоқ, мен сағатыңыз қанша? Siz men kimni o'ylab o'tasiz? Men siz o'ylagan qizlardan emasman. Yo'q, uqmaydi. Men de андай ойлаған жоқпын, чоңыз. Balki ketingiz hozir men militsiya chaqiraman. Бұл жақын арада милиция жоқ. Nima militsiya? Ал милиция емес. Militsiyani formasini kiyib turib, endi men jashqalarga o'tasiz. Тура, аныкы милицейский форма. А сиздикичи? Мен ойлоппун, мондай кыска кийинсеңиз, сизди көчөдө иштейт экен. Кечириңиз, чоңуз. Не кыл дейсиң, азыр турмуш бүт жагынан бузулган, арам нерсе мода болуп жаман жолго алып барган. Төштү ачып суктандырып чакырасың шайтанды, жакын келет денең менен өзүң баштап жаманды. Iya, iya. Отырыңыз. Iya, соны айтам. Оу, сұлу қыз. Алдымен келісіп алмадық па? Иә. Гоға, саған кейін өзім хабарласам. Кешіріңіз. Жүре беріңіз. Сағатың қанша? Сағат? 5:30. Жалпы мен ол сағатты айтып тұрғаным жоқ. Енді қандай сағат? Өзіңнің сағатыңда. Төсектегі. Қандай төсек? Жоқ, сіз мені кім деп тұрсыз? Кім дегенде? Өзің ғой көлікке мінген. Мен сізді такси екен деп ойлап қалдым. Тоқтатыңыз онда. Жарайды. Ашыңыз есікті. Әйтпесе қазір полиция шақырам. Мұнда полиция жоқ. Әне тұр полиция. Қой. Ол пожарный ғой. Көзіңіз соқыр ма? Қарасаңызшы киімін. Сен киіміне қарап танып тұр екенсің ғой. Кешір, мен де сенің мына киіміңе қарап жезөкше екен деп қалдым. Не деп тұрсыз? Ұялмайсыз ба? Сол ұялғанымнан айтып отырмын. Анау полицияның жанындағы қызды көрдің бе? Көрдің бе? Иә. Кім ол? Дәрігер. Жалпы кім екенін сұрамай-ақ сырт киіміне қарап біліп тұрсың. Енді өзің айтшы. Сенің мына киіміңе қарап басқа кім деп ойлайын? Жалғыз мен ба осылай киінген? Заманға еліктеймін деп, жаманға еліктеп жүрсің. Сенің анаң
Әшең осылай киінді ме? Қарындасым, сен мені дұрыс жағынан түсін. Мен қыздың етегін аңдып жүрген адам емеспін. Бірақ сенің мына киіміңді көріп, әдейі келіп тоқтадым. Әр қазақтың қызы менің қарындасым. Егер қазақтың қызы болсаң, қазақтың қызына сай киінсеңші. Мысал үшін алдағы телефонды не үшін қаптап қойдың? Енді қымбат қой. Сынбасын деп. Сонда сенен қымбат па? Телефоның бұзылса жаңасын аларсың, ал тағдырың бұзылса қайтесің? Сол үшін қарындасым, мына телефоныңды қаптап қорғағандай, өзіңнің тәніңді де солай қорға. Бара ғой. Тура сөз тууралай айтыш керек. Айтып койсоң бүт чалап кете турган бардыгы бар. Ана эсте эмне болуптур? Кыргызга мен айтпаганда сага чоң атаң кирип айтып бере ошонун бардыгын. Ошентип жаап, жашырып, өзүңөрдү мактап отуруп, ушул убакка келдиңер. Кыздыңардын көчөгө ачылып, эркектериңер бар абжип болуп, көчөгө чыгып кеттиңер бардыгыңар. Ана ким айтыш керек болот? Акыры бир айтыш керек болуп каттуураак бир нерсени. Качан жимсалда ушинтип сен жакшы, мен жакшы, сен жакшы, мен жакшы деп шабып отурасыңар бардыгыңарды. Акмак деш керек. Андан айып баш керек. Жаман көрсөң 100 жолу жаман көргөнү. Ким менен чычалап кетесиңер бардыгыңар? Ойлонуп, сүйлөсө, ойлонуп, күлтүрнүй болуп, жасап отуруп ушуга келдиңерби? Ушуга келдиң, капыр болуп кеттиңер жегеден бардыңар. Базарга сыйынып, Түркүстанга чейин барып, орду ачып кеттиңер баарыңар. Эмне айтыш керек дагы? Орустан үйрөнгөн орусча болду бардыңардыкы? Көчөгө чыгып кетти бардыгы. Атасын укпай калды, апасын укпай калды, кызы көчөгө чыгып кеткен, бою боз болуп келип алат. Ошого дагы макул. Алдап атат, жедирип атасын. Алданып атасың, таяк жеп атасың, америкалык өлтүрүп сүзүп өтүп кетсе да кайра кете эч ким чыкпайсың, тыйдыңы жедирип атасың. Кызың орусча тарттырып атасың, эркегиң барып ошо ургачыңы өлтүрүп уруп атасың, шерменде кылып. Анан дагы уялып коесуң. Эмнеден уяласың дагы? Уяла турган кайсы жериң калды? Эч жериң калган жок го. Жылаңач болуп көчөгө чыгып алдың го таптакыр. Дагы эмнең калды уяла турган сеники? Баары ууру, бир көчөгө көрүнбөгөн бирөө калдыбы бизде акыры? Бардыгы жылаңач жүрөт биякта. Камасаң бар чегеден камалыш керек. Уурдабаган бирөө калдыбы? Айткан сөз Чыңгышевдин. Биздин өлкөдө акмактар менен кимдер гана уурдабайт деген. Дагы эмнеге мактанасың? Дагы эмнеге сыймыктанасың? Дагы ойлонуп сүйлөш керек деп. Кайсыл жаппаган айбириң калды? Болду. Сабак бүттү ушу менен.